Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Әке, елге қайтайықшы. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Жігер үйге жылап кірді. Солқ-солқ етеді. Ас үйде шәй ішіп отырған әке-шешесі қолындағы кеселерін үстел үстіне асығыс қоя салды. Балам, саған не болды? Деді анасы күлия бәйек болып жанына келді. Баласының қолдары суықтан бүрісіп кетіпті. Жігердің қызарған саусақтарын анасы жып-жылы алақанымен жылытты. Сырт киімін шешті. Біреу тиісті ме, неге жылайсың? Деді әкесі жеңіс ұлының көңілсіз күйін көріп. Кім тиісер дейсің? Қарашы, қолдары тоңған соң жылаған ғой. Қолғабың қайда балам? Қалтамда. Сырғанақ теуіп су болып қалды. Қар ұстағансың ғой, деді шешесі. Жігердің курткасының қалтасынан мөлдір мұз қатқан жүн қолғабын суырып жатып. Мұзға құлап қалмадың ба? Құлағам жоқ, бірақ Қалыбек. Қалыбек тиісті ме? Деді әкесінің қабағы түксиіп. Ешкім тиіскен жоқ. Қалыбек екеуміз доспыз. Қалыбек айтады, көктемде Қазақстанға көшеміз деп. Ботагөздер де көшеді екен. Көшсе не болады, деді шешесі, Жігерге ешкім тиіспегенін білген соң көңілі орнына түсіп. Олар туған елге қайтамыз дейді. Соған бола жылай ма екен? Жігер көзінің жасын сүртті. Әкесі газет оқуға кірісті. Әке, біз де елге қайтайықшы, деді Жігер өтініп. Жеңіс әкесі газеттен бас алып баласына қарады. Неге деп сұрады әкесі. Достарымның бәрі кетіп қалатын болды, деді Жігер. Мен де достарыммен бірге туған жерге барғым келеді. Біз Қытайда тудық қой балам, әлі-ақ жаңа достар табасың. Жігер өкпелеп қалды. Шіркін, қазір әкесінің орнында болса ғой, баяғыда туған жерге көшіп кетер еді. Мен Қазақстанда тұрғым келеді. Бала жыламсырап, біз де кетейікші әке. Ол жақта не бар? Біз осында тұрып үйреніп кеттік. Сен ханзу тілін жақсы меңгеріп келесің. Бәрі жақсы болады балам. Қазақстанда ма? Ол жақта жаңа Астана бар. Біздің көк тудың түсі маған қатты ұнайды. Күн астында бүркіт бар. Ауылдағы сырымның бүркіті сияқты. Жарайды балам. Босқа сөйлей бермей, жылынып шәйіңді іш, деді күлия шешесі. Біз де көшеміз ба? Деді Жігер әке-шешесіне алма-кезек қарап. Ата-анасы үндемеді. Бала олардың келіспегенін түсінді. Қарным ашқан жоқ, деген Жігер бұртиып бөлмесіне кіріп кетті. Жігер төсегіне жатып армандай бастады. Мен өскенде әке-шешемді алып еліме кетемін. Бәріміз Қазақстанда тұратын боламыз, деп тәтті қиялға берілді. Сәлден соң маужырап ұйықтап кетті. Түс көрді. Қазақстанда жүр екен дейді. Міне өз армандаған Астананы қызықтап, еркін аралап жүр. Ертегідегі биік бәйтерекке шығып, айналарға зер салды. Бұл жерден Астана қаласы алақанға салынғандай көрінеді екен. Әне, қол созым жерде президент жұмыс істейтін Ақорда. Анау жерде хан шатыр, ойын-сауық отауы, көздің жауын алатын әсем ғимараттар. Төменде сыңғырлаған Есіл өзені қандай керемет. Кенет көше бойынан таныс екі баланы көрді. Ой, мынау Қалыбек пен Ботагөз ғой. Қалыбек, Ботагөз, мен мұндамын деп жылтыр әйнекке ішінен қол бұлғады. Олар бәйтерекке қарап тұрса да белгі бермеді. Достарымнан адасып қалмайын деп Жігер төменге түсті. Екеуі ұзап кеткен екен. Соңдарынан қуып келеді. Қалбеке, Ботагөз, тоқтаңдаршы. Бұл мен ғой, Жігермін деп айғайлайды. Бірақ достары естімейді. Қатты айғайлап еді, өз даусынан оянып кетті. Қараса жанында анасы тұр екен. Жігер, балам, ауырып қалған жоқсың ба деп маңдайынан ұстап көрді. Ойбу, ыстығың көтеріліп тұр ғой. Қазір дәрі берейін. Дәрі ішкім келмейді, деді Жігер күрік-күрік жөтеліп. Емделмесең болмайды. Кәне, мына дәріні аузыңа сал да су ішіп жібер. Тез жазылып кетесің. Мен түсімде Қазақстанды көрдім. Жазда қыдырып барайықшы, достарыммен ойнауға барамын. Жарайма, деді Жігер. Жарайды, егер сабағыңды жақсы оқысаң, Қазақстанға
туысшылап барып қайтамыз. Жігер күлімсіреді. Басы қатты ауырып тұрғанын сезді. Түймедей-ақ бір дәрі мен кесе толы суды ішіп алды. Өне бойы жанып барады. Әкесі, бері келші. Жігер ауырып қалыпты, деді Күлия анасы. Жанына әкесі келіп халін сұрады. Әке, апам жақсы оқысаң, жазғы демалыста Қазақстанға барамыз деді. Бәріміз барамыз ғой, я, деді Жігер. Жақсы, сен тезірек жазыл, деді әкесі жеңіс күлімсіреп. Шеше, менің достарыма Жігер жазда Қазақстанға барады деп айтшы. Жарайды балам, айтайын, деді анасы. Жігер қуанып қалды. Әке-шешесі ас үйге кеткен. Бала орнынан тұрып компьютердің алдына жайғасты. Ғаламторды ашып, ата-бабасының туған жері туралы таныса бастады. Мен саған ойын ойнама, сабағыңды оқы дегенім қайда, деді әкесі көңілі толмай. Бұл кезде экран бетінде Қазақстанның көк туы желбіреп тұр еді. Құрметті менің тыңдармандарым, әңгіме ұнаған болса, арнаға жазылуды және де лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі әңгімеде кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.